Уважаемые коллеги, добро пожаловать на брифинг службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. 2 июля в Астане с участием главы государства Нурсултана Назарбаева состоялось торжественное открытие Национального музея Республики Казахстан, который не имеет аналогов в Центральной Азии. В музее собраны археологические, этнографические, историко-культурные памятники Казахстана, начиная от древних времен, заканчивая нашим сегодняшним днем. Более подробно о новом музее и его уникальности нам расскажет директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Камзабекулы Мунбай. Пожалуйста, вам слово. Рахмет. Құрметті достар, қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі біздің сіздермен кездесуіміз осы ұлттық музейдің ашылуына байланысты сіздерге бір қатар мағлұмат берейін деп едім. Мемлекеттің жалпы ұлылығы, маңыздылығы және мына тарихи жадының сақталуы, соның барлығы да ең бірінші сол мемлекеттің өздерінің тарихына, өздерінің өткеніне қалай ұқыпты қарайтын болса, сондай музей болады ғой. Сондықтан да бұл музейдің ашылуы осы 100 жылдықтағы өте бір үлкен оқиға деп, мәдениет тарихындағы құбылыс деп айтуға болады. Расында да солай. Өйткені өздеріңіз білесіздер, елбасының өзі ашылу салтанатында үлкен сөз айтты. Сол сөз, мен ойлаймын, осы ұлттық музейдің бүкіл жұмысына бағдар береді ғой деп ойлаймын. Ол кісі айтты, Қазақстан тарихының ұлттық музейі ғылыми, рухани орталық болады. Біздің қазақстандық жолымыздың барлық озық жетістіктерін көрсетеді деп атап көрсетті. Яғни біз сол мақсатты орындауымыз керек, сондай үлкен мұрат қойып отырмыз. 2 шілдеде осындай тарихи оқиға болды, ол біздің музейдің ашылуы болды. Вы знаете, вот 2 июля состоялось официальное открытие Национального музея. Открытие прошло с участием главы государства, где он отметил, что Национальный музей истории Казахстана станет научным духовным центром, отразит все прогрессивные достижения нашего казахстанского пути. История создания музея, Национального музея, берет свое начало еще в 1998 году, когда на расширенном заседании Государственной комиссии по проведению Года народного единства и национальной истории президент впервые сказал о необходимости создания Национального музея. Уже тогда обозначил все основные структуры будущего музея. Подытожив, что было бы правильным, если пришедшие посетители увидели здесь всю нашу 2500-летнюю историю казахского народа. Этим словам суждено было сбыться. А вот в 2008 году, когда президентом было поручено создать именно в Астане музей на международного уровня. Я вот если последние годы, если вы знаете, для культурной сферы, для сферы культуры были очень хорошие условия созданы. Это уникальная государственная программа, в первую очередь, можем мы сказать, это культурное наследие. Это была целостная система по изучению огромного культурного наследия нашего народа. Всплеск всех направлений культуры, данной этой государственной программой, до сегодняшнего дня дает положительные результаты, делая достоянием народа никогда неизвестные страницы истории Казахстана. И именно благодаря этой программе такие артефакты, которые найдены, такие очень ценности, именно нашли в экспозициях свое достойное место в экспозициях нашего музея. Енді музейдің орналасқан жері бойынша бір айтып кетсем, оның өзде өте бір рәміздік маңызы бар нәрсе. Өйткені қазақ елінің монументі орналасқан үлкен алаңда, бір жағында тәуелсіздік сарайы, бір жағында келісім сарайы. Енді мына жағында орталық алаңымыз енді. Содан кейін үлкен Әзірет Сұлтан мешіті бар. Бұлай қарасаңыздар, соның барлығы да бір архитектуралық ансамбльді құрып тұрған сияқты. Яғни бұл шын мәнінде біздің мына архитектуралық үлкен бір жетістігіміздің көрінісіндей.
бұл бағанда елбасымыз айтып берді. Сондықтан да бұл біздің музейдің орналасқан жері барлығы да Астананың төрінде орналасты деп айтуымызға болады. Енді музей туралы қысқаша айтып кететін болсам, музейдің барлық музей принципіне сәйкес тарихи кезең-кезеңіне сәйкестелініп жасалды. Онда бірнеше зал бар. Мәселен, ежелгі және орта ғасыр тарихы залы бар. Одан кейін тарих залы бар. Одан кейін этнография залы бар. Этнография залы бүкіл қазақтың ең жақсы қол өнерлерін, жалпы қолынан егіншілік, жалпы біздің ұлттық мәдениетіміздің жоғарғы жетістіктерін көрсетеді. Және ең бір біздің маңызды және ауқымды залымыз Қазақстан тәуелсіздігі залы және Астана залы. Бұл залдар шын мәнінде қайталанбас, өте жаңа технологияға сәйкес жасалынды. Өйткені бұл залдар біздің еліміз үшін өте маңызы бар. Осы тәуелсіздігіміз болмаса, біздің мұндай ұлттық музей дүниеге келмес еді. Тәуелсіздігіміздің арқасында да осы музей дүниеге келіп, шын мәнінде үлкен жетістіктерімізді көрсету құқығына ие болып отырмыз. Ал енді көптеген елдерде мәдени ескерткіштер қирап, болмаса көптеген музейлері жабылып жатқан кезде, түрлі мынау қаржылық дағдарыстарға тап болып, қиындықтар кешіп жатқан кезде, біздің Қазақстанда музейдің, және жай ғана музей емес, ұлттық музейдің дүниеге келуі, бұл біздің еліміздегі үлкен бір көрсеткіштің және шын экономикалық, мынау тұрақтылықтың және шын мәнінде өзіміздің өткенімізге құрметпен қарап, болашағымызға сеніммен қараудың бір дәлелі болса керек. Сондықтан да бұл музейдің алар асуы алда деп ойлаймыз. Жалпы музейдің ерекшеліктері өте көп. Мен оны бірден айта кетейін. Өйткені тек аумағының өзі 74 000 шаршы метр. Және қазір мынандай әртүрлі пікірлер бар. Мәселен, классикалық үлгідегі музейлер бар. Кейінгі музейлер бар. Технологиямен жабдықталған. Және әртүрлі категориялы дейміз. Мәселен, аудандық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі, болмаса жеке музейлер, бұның барлығы пайда болуы осы біздің қоғамдағы мәдени мұра бағдарламасының жетістігі деп айтуымызға болады. Ал енді ұлттық музейде тек қана ұлттық маңызы бар және мемлекеттік дәрежесі бар. Сол мемлекеттің шын мәнінде мақтанышына айналған жәдігерлер тұру керек. Сол жағынан алып қарағанда біздің осы ұлттық музейдің және осы заманауи технологияны пайдалануды да екеуін қосып, соның бір қосындысы ретінде бұны да бір жағына қатты ауып кетуге болмайды. Өйткені барлығын ретімен, мөлшермен пайдалану керек. Әр заманның өзінің ғалымы бар, әр заманның өзінің құралы бар дейді ғой. Қазіргі замандағы мынау медиа столдар, болмаса медиа киоскалар деп аталады. Circle Vision деген жаңағы, болмаса мынау түрлі электрондық технологиялар арқылы, яғни бұрынғы музейлерге келген адам бір шама мағлұмат алатын болса мәлімет. Ал осы технологияның арқасында 2-3 есе көбірек мағлұмат алып, білімін молайтады деген сөз. Осындай жаңа технологияларды енгізуге және жаңа тұрпатты, шын айтқанда жаңа деңгейдегі музейдің ашылуына елбасымыздың өзі тікелей тапсырма беріп, қадағалап отырды және болашақ перспективалардың өзін айқындап берді. Бұл музейіміз қазақтың, мысалға шетелден келген адамдар сол музейге табалдырығынан аттағаннан кейін қайтып шыққан кезде қазақстандықтар кім екенін біліп шығу керек. Ол қазіргі дүниесі ғана емес, бұрынғы өткен дүниесі, қандай дүние жасап жатқандары, қандай жалпы мынау тарихи кезеңдерден өткендігін, қандай білімі болғанын, қандай өнері болғанын, соның барлығын көрсетуге тек қана айғақтармен, нақты заттармен, бұйымдармен, жәдігерлермен ғана сөйлететін музей болады. Одан басқа тағы айта кететін болсақ, мынау алтын және бағалы заттардың барлығы осы ұлттық музейге жиналып жатыр.
Өйткені екі залы бар. Ол залдарда бұрынғыдай емес, басқаша экспозициялар құрылған. Бұл жерде де қосымша мағлұмат алатын жаңағыдай медиа столдар бар, медиа киосклары бар. Және оның барлығы да жаңа технологиямен жасалған. Енді 100 рет айтқаннан 1 рет көріңіз дейді ғой. Сондықтан да мен осы бұқаралық ақпарат құралдарының ресурсын пайдалана отырып айтар едім. Музейге келіп көрсеңіздер, оның барлығына көз жеткізесіздер. Музейдің перспективалары да бар. Дәл қазір мәселен осы ашылу құрметіне орай біз екі шет елден шақырған көрме өткізіп жатырмыз. Біреуі Россия этнография музейінен мынау Ұлы Жібек жолына байланысты көрмелерін алып келіп жатыр, және Росизо деп аталатын мемлекеттік музей көрме орталығы бар. Сол 4 ғасырдағы мынау Ресей суретшілерінің еңбектерін, туындыларын алып келіп отыр. Сондай уақытша көрме жасайтын 2 залы бар. Мұның барлығы да шын айтқанда нағыз өнер туындылары. Одан басқа біздің осы музейде тағы да 2 заманауи өнер залдары бар. Оған осы Қазақстандағы барлық өте шебер мынау суретшілердің, мүсіншілердің туындылары жиналған. Бұл залдардың барлығы қазіргі талаптардың барлығына жауап беретінін айттым. Ал енді тағы да бір айта кететін мәселе, музейдің жаны, музейдің өзегі не деген бір сұрақ болатын болса, оған мен былай деп жауап берер едім. Музейдің жаны, өзегі ол экспонаты. Ол экспонат шын мәнінде жұртты қызықтыратын болу керек. Ал экспонатты сақтау мәселесі, оны насихаттау мәселесі, оған күтім жасау мәселесі музей, латын тілінен аударғанда музей барлық тілде музей деп аталады. Сондықтан да біздің ұлттық музейдің осындай мұражайлары 5000 шаршы метрден асады. Соның барлығында қазіргі замандағы жабдықпен жабдықталған, және тіпті бір ғана ерекшелігін айта кетейін. Ол жаңағы егер түрлі жағдайларда су өтпейтін, дымқыл өтпейтін, егер соның барлығы арнайы материалдардан қабырғалары жасалған, соның барлығы да және арнайы лабораторияларымыз бар. Бұның барлығы да сол заттарды сақтауды, қалай сақтауды, сосын мынау реставрация және консервация орталығы бар. Көне заттардың барлығын қалпына келтіреді. Мұның барлығы да сосын музейдің жаңағы экспонаттарына деген қамқорлық. Бұрында музейлер болған, олардың да еңбектері өте жоғары, үлкен еңбек етті. Ал енді бұл музейде осы сақтау, экспонаттарды сақтау мәселесіне өте көп көңіл бөлініп отыр. Тіпті біз қазір мынау Лувр болсын, Эрмитаж болсын, басқа Британ музейінен барлығынан шақыраламыз. Өйткені біздің жасалған жағдайлар әлемдік талаптарға сай келеді, жауап береді. Егер ондай талаптарға сай келмейтін болса, оның қауіпсіздігі бар, болмаса басқа да түрлі талаптарына жауап бермейтін болса, басқа елдерден келуі екіталай. Және тағы айта кететін мәселе, осы ғылыми зерттеу орталығы, халық қазынасы деген сондай ғылыми мекеме болады. Оғанда біз қазір мына археологтарды, тарихшыларды, басқа да ғалымдарды тартып жатырмыз. Өйткені бізге сол музейдің ары қарай жұмыс істегені, және біз шетелге шығып көрсетуіміз керек. Елбасы мынау 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзім стратегиясында айтқан болатын. Қазақтың мәдениеті танымал болу керек. Бүкіл әлемде қазақтың мәдениетін танитындай жағдайға жеткізуіміз керек деп. Осы бағытта жасалып жатқан біздің перспективалық жоспарларымыз бар. Және бүгінгі дейін кеше жаңағы жоғарыда айтып өткен жаңағы мына Россия этнография музейімен, жаңа Росизо дегенмен, тіпті мынау Италияның Чивита деген бір компаниясы бар, 200 музейдің кураторы. Солармен келісім шартқа отырдық, меморандумға қол қойдық. Соның барлығы да біздің болашақ жоспарларымызды жол ашып отыр. Солармен біз тек қана оларды ғана шақырмаймыз. Біз өзіміз шетке өзіміздің көрмелерімізді апарып, қазақ халқының өнері мен мәдениетін, тарихын танытуға тиіспіз.
Тағы да айтатын мәселе экспозиция жасайтын біздің алаңдарымыздың көлемі 14 мың шаршы метрден асады. Бұл да бір өте үлкен және барлық жағдай ескерілген. Мәселен, жаңағы сақтайтын жерінен экспозиция жасайтын алаңына дейінгі, әрине, мынау біз қазір ең үлкен деген музейлердің, мәселен, Эрмитаж 180 мың шаршы метр. Болмаса, Лувр 160 мың шаршы метр. Метрополитен деген Американың керемет музейі 110 мың шаршы метр. Одан кейінгі мынау Эрмитаж, мемлекеттік Эрмитажы, жаңағы Эрмитажды айттым, Третьяковская галерея, ол 70 мыңдай, 75 мыңдай. Соның барлығын алып қараған кезде, Корея музейінікі 135 мың шаршы метр. Біздің музейдің жалпы көлемі жағынан біз алғашқы 10-қа кіріп отырмыз. Сондықтан да біздің енді ол көлемін ғана айту емес, біздегі соның ішінде жиналатын заттардың, экспонаттардың мазмұнымен де біз сондай алдыңғы деңгейге шығуымыз керек. Оған барлық мүмкіндіктеріміз бар. Мен айта кететін жағдай, жалпы біздің халықта керемет дәстүрлер бар. Жақсы ортақ дейді. Жақсы экспонат та ортақ болу керек. Сондықтан кейбір мынау біздің жеке коллекционерлер бар, басқалар бар, солар өздерінің қолдарындағы заттарды бізге беріп жатқандар да бар. Мен оларға үлкен рахмет айтқым келеді. Осы музейге арнайы келіп тапсырып жатыр. Ол шын мәнінде біздің ұлттың мәдениет құндылық. Ол құндылықты олар ертең сақтай алмай қалған жағдай болғанда осы музейде сақталсын деген үлкен үмітпен әкеп тапсырып отыр. Сондай мен айтам, бұл жақсы үрдіс, бұл дәстүр болуға тиіс және болашақта жалғасын табады деп ойлаймын. Жалпы музей туралы көп айта беруге болады. Енді біз мынау барлық ұлттық музейдің мемлекеттің тарихында қалатын орнын айттық. Сосын барып енді болашақта мынау 2017 жылы экспо көрмесі болайын деп жатыр. Соның алдындағы біз жауапкершілігімізді сезінеміз. Өйткені оған үлкен дайындық керек. Кез келген елдің мәдениеті, кез келген елдің өзінің тарихы басқа туристерге өте қызықты болады. Кейде мынандай жалған түсінік бар, музей пайда әкелмейді деген. Олай болмаса керек, өйткені кез келген инвесторлар болсын, туристер болсын, басқалар осы елге келгенде елдің тұрақтылығын көреді. Және міндетті түрде жаңағы өнерін таниды, музейлеріне барады. Сол арқылы ол егер музейлері көріп, осы елдегі тұрақтылық, осы елдегі жағдайдың жақсы, өнерге қалай құрметтеп қарайды, соны ескере отырып инвестициясын да келеді, экономикаға да көмегін көрсетеді. Осы жақтан алып қараған кезде бәрібір экономикаға қызмет етеді деп ойлауымыз керек. Сондай бұлай елдік түсінік болу керек, ұғым болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұл музейдің алар орны ерекше. Это одним словом не только музей, это намного больше. Потому что здесь, как я уже говорил, создан по классическому музейному принципу дополнительно концентрация новых технологий. И сбалансировать эти технологии, потому что есть консервативное мнение, что нельзя музейный принцип нарушается, нельзя вводить именно вот новые технологии. Это отвлекает. Нет, сейчас вот именно современные технологии дают нам больше дать знания, больше сведений о том или другом артефакте или там экспонате. Поэтому наш национальный музей отвечает всем требованиям мировых стандартов. Спасибо. Вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, мы переходим к вопросам. Регионы, я также попрошу вас принимать активное участие. Пожалуйста, представьтесь и ваш первый вопрос. Агентство Костак, меня зовут Оксана Скибан. Вопрос, Дархан Камзабекович, сколько будут стоить билеты, будут ли льготы на посещение вообще музеев, кому будут эти льготы? И расскажите несколько слов про будущее наполнение музея. Спасибо. Насчет стоимости билетов есть мировая практика. Мы только вот открылись. Эти вопросы сейчас разрабатываются. Дело в том, что в зависимости от каждого зала, от каждой выставки, везде по-разному.
Мы должны, конечно, уполномоченный органом является Комитет по культуре и искусству. Они должны установить нам именно вот эти прейскуранты. И, конечно же, будут льготы для школьников, для обучающихся и для пенсионеров. Это мировая практика. А насчет пополнения фондов, я хотел сказать, уже этот процесс начался. Мы будем, конечно, по нескольким направлениям. Есть тоже мировой практики, и у нас мы в прошлом году уже начали, благодаря выделенным средствам государства, фондовые закупочные комиссии работают у нас в музее, и чтобы было объективно, есть такая процедура. Допустим, есть музейная работа, скажем, эту музейную работу должны оценить оценочная комиссия, независимая оценочная комиссия, которая имеет лицензию от Министерства финансов. Там есть специалисты, они оценивают эту работу, а потом фондовая закупка. Еще требуется заключение экспертной комиссии, это специализированные, которые дают справку, что, или заключение, что именно это является подлинником, и автором являются те люди, и после этого фондовая закупочная комиссия рассматривает и закупает. Это один вариант. Есть еще путем дарения. Это тоже везде практикуется, и у нас тоже, вот, допустим, в прошлом году нам люди-коллекционеры принесли такие артефакты, которые действительно для музея имели они большую ценность. Спасибо. Вернемся к стоимости. Вы все-таки уточните, вот от скольки и до скольки вот примерно будут варьироваться? Я не уполномочен об этом говорить, потому что цены будут в зависимости от залов и от каждой выставки, я имею в виду временной выставки, потому что у нас выставочные галереи, как я сказал уже, туда привезут выставочные, допустим, из Лувра приедут или из других музеев. Они сами, эта договоренность будет, поэтому мы сейчас пока не можем сказать. А национальный музей, конечно, будут доступными цены. И еще такой вопрос. Вот у меня пропал в день открытия дверей музея диктофон. И такая подробность выяснилась, что там на первом этаже, вот в холле, нет камер безопасности. Вот при всей шикарности в чем проблема? Денег не хватило на безопасность? Вот если вот так вот. Камер видеонаблюдения, точнее, извините. На первом этаже нет камер видеонаблюдения. Ну, этот вопрос, я думаю, вопрос будет решаться в частном порядке решения. Ну, это оснащение музея, это как бы... Не, вы правы, этот вопрос именно стоит, но эта система пока полностью не заработала. Но у нас есть 200, я сколько камер не буду говорить, но в любом случае мы сейчас именно наладкой занимаемся, поэтому по плану есть у нас все сроки, и мы все восстановим. То, что вы сказали, это обязательно должно быть. Тем более в музее, не только, как вы говорите, в холле или там атриуме, это должно быть и снаружи, и внутри все это будет. Конечно. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Следующий вопрос. Индира Кауметова, информационное агентство «Стратегия 2050». Как мы знаем, в вашем музее открылись 2 российские выставки, что предоставляет казахстанцам прекрасную возможность ознакомиться с шедеврами мировой культуры. Смогут ли жители ближнего и дальнего зарубежья также ознакомиться с коллекциями Национального музея Казахстана, и какую работу будет проводить музей по популяризации культуры Казахстана в мире? Спасибо. Я уже выше сказал, действительно, вот 2 выставки мы проводим. Буквально вчера мы подписали меморандум о сотрудничестве и с Росизо, это Государственный музейно-выставочный центр, который проводит по всему миру очень много выставок. Они привезли свою выставку 90 работ художников за 4 века России. Это на самом деле... Среди них Айвазовский, Левитан, там очень много таких шедевров. Я думаю, Маковский там, я думаю, и Российский этнографический музей. У них тоже оригинальная выставка по Великому шелковому пути. Шелковый путь Кавказа и Казахстана называется. И мы договорились не только об обмене выставок,
но и совместной экспедиции. И мы будем совместно с ними издавать каталоги. Также будем популяризировать наши достояния. И в ответ они просят, чтобы именно по шелковому пути у нас тоже есть очень хорошие экспозиции, чтобы мы, допустим, на 80-летие РЭМ, Российский этнографический музей, тоже привезли выставку. Или же у нас есть артефакты, это из курганов, это золотой человек, или таксайская принцесса, и другие. Вот такие выставки, несомненно, вызовут большой интерес, и сейчас нам поступают заявки, чтобы мы привезли именно золотые изделия, это они вызывают большой интерес. Поэтому в этом направлении у нас намечаются очень большие планы. Я думаю, мы в силе реализовать все это. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Диксиньюз КЗ, Дина Оскимбекова. Вот в мировой практике часто встречаются случаи, когда спорные объекты, экспонаты музея возвращаются к какой-то стране. Например, США вернула 14 спорных объектов Италии, Мюнхен вернул Перу мумию. Вот есть ли у Казахстана с какой-то другой страной спорные экспонаты музеев? Будет ли вестись работа по их возвращению в Казахстан? И будет ли ваш музей предпринимать какие-то попытки вернуть голову Кенисары-хана, которая, по слухам, находится в Эрмитаже? Этот вопрос давно поднимается, именно то, что последнее я хотел сказать. Но многие ученые ездили туда, одни говорят одно, другие по-другому толкуют, но в любом случае, то, что вы говорите, такие факты имеются. У нас очень много раритетов, которые в свое время разными способами вывезены за границу и там находятся в других музеях. Но в мировой практике, конечно, как вы уже сказали, есть такие случаи. И даже законодательно сейчас при музеях разные фонды бывают. Допустим, основной фонд и другой фонд И теперь сейчас рассматривают, чтобы законодательно закрепить обменный фонд. Если когда в музее имеется несколько экземпляров дубликатов, они могут позволить себе, чтобы обменяться с другими музеями. Есть еще другой вариант. Это когда межправительственным договорам рассматриваются такие вопросы. Но есть третий, более реальный, более такой подходящий вариант, поскольку в других странах законодательство по-другому. Есть такой вариант, это когда также, как я уже выше сказал, сейчас технологии позволяют снимать копию. То есть сделать такую же копию способом 3D, 4D, или есть варианты, которые, чтобы на самом деле, чтобы показать. И таким образом мы собираемся, чтобы некоторые артефакты, чтобы показать в наших экспозициях. А насколько вообще готовы будут, допустим, китайские музеи вернуть наш оригинал, единственный экземпляре в обмен на копию? То есть будут ли они согласны менять оригинальное на то, что есть в мире в нескольких количествах, в количестве нескольких штук? Насколько это вообще реально? Нет, копии они могут делать, на это мы только начали переговоры, но я думаю, это возможно. В мире существует такая практика. И в том числе и в Китае тоже. Они копии могут делать. Благодарю. Пожалуйста, Асхат Незов. Добрый день, 7 канал. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Будет ли музеем проводиться какая-то просветительская работа, то есть образовательная программа, и будет ли она для каких-то специалистов или вообще, в принципе, для граждан обычных? Спасибо. В структуре музея имеются именно центры музееведения и образовательные программы. Это не только для специалистов, для музейных работников, но и для детей, для учащихся. Есть специальные программы, разрабатываются у нас. Есть даже специально мы хотим концепцию разработать залов для детей. Образовательная программа – это одна из миссий именно Национального музея, потому что мы должны по всем нашим экспозициям доступными сделать. Допустим, я могу один элемент сказать, такую особенность. Есть этнографический зал, там
медиа-киосках для детей очень интересные, кроме того, что есть данные и какие-то там сведения, описания, есть тесты. Специально разработанные тесты, они вызовут несомненный интерес, потому что для детей это очень занимательно, и они должны, играя именно вот тесты, решая, для них тоже интересно, они познают, и это в познавательном плане им дают много информации. Поэтому в этом плане мы будем целенаправленно работу вести. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Саламатсыз ба, Дархан мырза. Айгүл Әдепбай, Астана телеарнасы. Кенесары ханның басы бойынша қазақ тілінде айтып өтсеңіз, сосын жаңа Франциядан, Ресейден көрмелер келеді дедіңіз. Оның бағасын олар өздері белгілей ме, және оның одан түскен билеттерден түскен пайда ол Қазақстанға жаратыла ма, әлде олар өздері алып кете ме? Жақсы, рахмет. Біріншіден жаңағы басқа елдерде кетіп қалған кезінде алынып кеткен көптеген экспонаттар бар, олардың біз қайтарып алу мәселесі өте қиынға түсіп отыр, өйткені ол елдердің заңдары басқаша, қайтару жағы өте қиын. Бірақ дегенмен де бұл жұмысты біз міндетті түрде жүргіземіз. Оның бірнеше тәсілдері бар, соның ең бір мынау жүзеге асатындай жолы, біз олардың көшірмесін жасату, әртүрлі технологиялармен көшірмесін жасатып алу, сол жағына ойысып отырмыз, өйткені шын мәнінде және қосымша қазір дәл басқа елдерді қайдам, Ресейде мынандай жаңағы экспонаттарды алмастыру қорлары құру жөнінде идея көтеріп, соны заңды жүзде бекіту мәселесін қарастырып жатыр. Егер ондай болатын болса, бізде де оларға қажетті сондай бір экспонаттар болатын болса, және бірнеше данасы болатын болса, біз олардағы бірнеше данасы бар заттармен алмастыру мәселесін әңгімелесуімізге және соған келісуімізге себеп болады деп ойлаймын. Ал жаңағы сіз басқа жақтан шақырылған көрменің ақшасы қайда кетеді дегенге, оның бағасы ол біздің музей аралық келісімде бәрі көрсетіледі. Қандай шартпен қалай келісеміз, бағасы қандай, сол оны мен бұл жерде жария қылуға мүдделі емеспін, және ал одан түскен қаражат біздің елімізде қалады. Жақсы. Рахмет. Вопросы с регионов будут, нет? Регионы? Қызылорда облысынан жаңа сіз өзіңіз жаңаға музейге кіру үшін халыққа қолжетімділікті айтып өттіңіз. Оқушыларға, студенттерге деген жеңілдіктер, енді мүгедектерге қандай жеңілдіктер бар, соны айтсаңыз? Рахмет сұрақтарыңызға. Жақсы, өте дұрыс сұрақ қой деп ойлаймын. Қозғалысы шектеулі азаматтарға да барлық жағдай жасалғанын айта кеткім келеді. Ол тіпті кіру және басқа залдарға кіру барлық сол жаңағы қозғалысы шектеулі азаматтарға көзделген, қарастырылған, ешқандай қиындық көрмейді, қарайды. Және оларға да жаңағы жоғарыда айтып өткендер билет жөнінен жеңілдіктер болады. Рахмет. Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, на этом наш брифинг подошел к концу.